Кеш жарық көрермен, амал күні құтты болсын. Бүгін ұлттық құрылтайға президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, нақты іс-шаралар жоспарын бекітті. Халықтың пікірі ескерілген ұсыныстар жерде қалмайды. Оң өзгерістер күтеміз. Бұл 7-ші арна жаңалықтары, алдымен аңдатпа. Еліміздің шығысындағы 170-тен астам мұғалім іс-сапарға өз ақшасымен барған. Ұстаздарға берешек көлемі 28 миллион теңгеге жеткен. Бұл заңсыздықты прокурорлар анықтады. Ойыл өзені тағы да арнасынан асуы мүмкін. Атырау облысының 7 ауылдық округі тұрғындары жандарын шүберекке түйіп отыр. Өйткені былтыр ауданды жалғайтын жалғыз көпірді су шайып, қатынас үзілген. Қазақ елінің қаймақтары Бурабайға жиналды. Қаймана жұрттың аманатын арқалаған ардақтылар алқалы жиында әлеуметтің әлеуетін көтермек. Президент тапсырма беріп, нақты іс-шара жоспары бекітіледі. Әз Наурыздың бастауы амал күні құтты болсын. Мемлекет басшысы күллі Қазақстан халқына ақжарма тілегін жолдады. Ал Маңғыстау жұрты отпан тауға жиналып бірлік отын жақты. Қазақстандық бітімгерлер бағындырған биік сарбаздардың голланд жоталарын аттанғанына 1 жыл болды. Миссия барысында отандық бітімгерлер 550-ден астам тапсырманы бұлжытпай орындады. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Мемлекет басшысы қазақстандықтарды амал күнімен құттықтады. Амал келгенде амандық білісу көне заманнан жалғасқан айрықша дәстүріміз. Қыстан шығып, шуақты көктемге аман жеткен ағайын осы күні бір-бірімен көрісет. Жастар үлкендерге сәлем беріп, қариялардың батасын алады. Бүгінде Наурыз мейрамы алдындағы көрісу ғұрпы қайта жаңғырып, жалпы ұлттық сипат ала бастады. Осы бірегей дәстүріміз еліміздің ырысты ынтымағы мен берекелі бірлігін нығайта түседі деп сенемін, деді мемлекет басшысы. Амал мерекесі қарсаңында Қаратаудың ең биік нүктесінде бірлік оты жағылды. Маңғыстау облысындағы Отпан таудың басында көрісу күні халықаралық деңгейде тойланып жатыр. Мерекеге Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан және Түркменстаннан 15 мыңдай адам жиналды. Тау бөктеріне 60-қа жуық киіз үй тігілді. Ежелгі заманда ұран оты ағайынның басын жаудан аман алып қалу үшін жағылған. Бүгінде оны бірлік оты деп атап, бірлік пен татулықтың нышанына балайды. Сол себепті Батыс Қаратаудың ең биік нүктесі Отпан таудың басында Қосай ата ұрпақтары бірлік отын жағып, алау эстафетасын Тәзге ата ұрпағына табыстады. Жыл сайынғы дәстүр бойынша көпшілік таң атысымен Отпан таудың басына жиналып, бір-бірімен төс қағыстырып, мал мен жанның қыстан аман шығуымен құттықтайды. Биыл амал мерекесіне орай мұнда 60-қа жуық киіз үй тігілген. Әр үйдің қазанында ет қайнап, алыс жақыннан жиналған ағайын дәм татты. Шетелдіктер мен еліміздің өзге аймақтарынан келген қонақтар да бұл мейрамды тамашалау үшін ағылып жатты. Түркияның Измир қаласынан келдім. Бұл мейрамның қалай тойланатынын көру үшін келдік. Өте әдемі көрініс. Бізге ұнап жатыр. Жергілікті халықтың салт дәстүрге, наным сенімге құрметпен қарайтыны ерекше әсер қалдырды. Қазақ түрік елдерінің достық қатынасы мәңгі болсын. Маңғыстаулықтарды қазақ халқын амал мерекесімен құттықтаймын. Тарихи тамыры терең, мазмұны бай мейрамға арнайы қонақ ретінде қатысып тұрмын. Бүгін сахнада Әз Наурыз туралы әнді қазақ және өзбек тілінде шырқадым. Көрерменнің ыстық ықыласпен қабылдағанын көріп қуандым. Мейрам аясында сахнада ән мен жыр айтылып, алаңда ұлттық ойындар өтті. Сондай-ақ амалдың ақ таң атты облыстық суретшілер көрмесі ашылды. Қолөнершілер қонақтарға өз бұйымдарын ұсынып, жыр терме кеші ұйымдастырылды. Биыл Отпан таудағы амал мейрамына 15 мыңға жуық адам жиналды. Ал Отпан тау этно-мәдени орталығын құруды ақын Сабырада 2004 жылы ұсынған. Орталығы 2007 жылы ашылып, сол уақыттан бері жергілікті халық амал мейрамын осында қарсы алады. Сондықтан біз қара шаңырақ деген ұғымға тек қана көрісудің айналасында емес, одан жоғарырақ, тереңірек ұғынып қарауымыз керек. Бұл үшін үлкен бұған мемлекеттік тұрғыдан да мән берілуі керек. Біз қазақтың өзіндік салт дәстүрін бұқаралық сипатта осылай ұйымдастыра отырып, мемлекетпен бірге қазақ халқының өзінің ауызбірлігіне пайдалануымыз керек.
Маңғыстаулықтар жыл сайынғы дәстүрден жаңылмай 14 наурыздан бастап төс қағыстырып, қол алысып көріседі. Көрісі бір күнмен шектеліп қалмай, жыл аяғына дейін жастар үлкендерге сәлем беріп батасын алады. Махаббат Нұржанқызы, 7-ші арна, Маңғыстау облысы. Бүгін Қазақстанда жалпы ұлттық наурызнама 10 күндігі басталды. 2024 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен наурыз мейрамын тойлаудың жаңа форматы наурызнама 10 күндігі, сондай-ақ мерекенің жаңа логотипі бекітілді. Соларды тізіп өтсек: 14 наурыз көрісу күні, 15 наурыз қайырымдылық күні, 16 шаңырақ күні, 17 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні, 18 ұлттық киім күні, 19 жаңару, 20 ұлттық спорт күні, 21 наурыз ынтымақ күні, 22 жыл басы, 23 наурыз тазару күні. Осы атау берілген әр күннің өз мақсат міндеті бар. Бурабайда ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысы өтті. Ол жаққа біздің арна тілшісі Айзат Тұрғынбекқызы арнайы барды. Құрылтай барысынан ақпарат беруге дайын. Кеш жарық. Айзат Тұрғынбекқызы, тыңдап тұрмыз. Кеш жарық, Оксана. Ұлттық құрылтайдың аяқталғанына көп болған жоқ. Бүгін жиынның негізгі отырысы өтті. Оған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып сөз сөйледі. Басқа да құрылтай мүшелері, министрлер, қоғам белсенділері келелі ойларын ортаға салды. Айта кетейік, 3 жыл бұрын бастау алған дәстүрлі жиын амал мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Осы уақыт аралығында бұл жиын қозғаушы күшке айналды десек те болады. Өйткені құрылтайда көтерілген мәселе осы жерде ғана қалмайды. Жыл барысында жүзеге асып, айтарлықтай нәтиже шығарылады. Оған дәлел ретінде қабылданған заң жобаларын айта аламыз. Жиында президентте әр салаға жеке тоқталып, нақты тапсырмалар береді. Осы жолда дәстүрлі үрдіс жалғасты. Жаңалық барысында ұлттық құрылтайда айтылған тың бастамаларға кеңірек тоқталатын боламын. Оксана, эфир тізгіні өзіңізде. Рахмет, бізбен Бурабай ауданынан байланысқа шыққан әріптесім Айзат Тұрғынбекқызы. Жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысында 170-тен астам мұғалім іс-сапар шығынын өз қалтасынан төлеген. Қазір оларға берешек соммасы 28 миллион теңгеге жеткен. Іске аймақтық прокуратура мен кәсіподақ араласқан соң мәселе толық шешілді. Жалпы мұғалімдер біліктілікті арттыру курстарына жиі барады. Алайда республикалық және облыстық деңгейде тиісті қаржыландыру дұрыс жолға қойылмаған. Суть проблемы заключается в том, что идет... Проблеманың барлығы іс-сапар төлемінің аздығында. Білім басқармасы өкілдерінің айтуынша мәселе жуырда шешіледі. Бұл жайттың тағы бір қиын тұсы бар. Кейде мұғалімдер іс-сапарға демалыс уақытында барады. Ол кезде кадрлық құжаттар бола бермейді. Сол себепті кімнің қашан барғанын нақтылау қиынға түседі. Атырау облысы көктемгі су тасқынына дайындықты күшейтті. Былтырғы жағдайдан сабақ алған шенеуніктер биыл ерте қамданып жатыр. Қазір су басу қаупі бар Қызылқоға, Жылой аудандарында жұмыс қызу. Соңғы 2 жылда елді әбігерге салған Ойыл өзенін қырағы бақылап отыр. 7 ауылдық округты аудан орталығымен байланыстыратын көпірді былтыр қарғын су шайып, қатынас қиындаған еді. Қызылқоға ауданның орталығы Миялы ауылындағы көпір жаңартылды. Енді келген нөпір су бұл жерден кедергісіз ағып кетеді. Ойыл өзеніне судың келу деңгейі бойынша Қазгидромет филиалы бойынша ақпарат алмасып отырмыз. Қазір енді Миялы ауылының Ойыл өзенінің бойына гидробекеті орнатылды. Қазір уақытта күнді ақпарат су деңгейі бойынша алынып отыр. Ақтөбе облысында манағыда күннің аязың салқынына байланысты, тонның қалыңына байланысты, Миялы ауылына қауіп төндіреді деген болжам бар. Енді қазақстандықтардың жолын ашам деп уәде беретін коучтар жауапқа тартылады. Заңға өзгеріс енгізілмек. Өйткені мұндай тренингке қатысушы көп, артынан өмірі өзгермей өкініп жатады. Сіздіңше коучингке тыйым салу керек пе? Арнамыздың телеграм парақшасында осы тақырып бойынша сауалнама жүріп жатыр. Дауыс беруіңізді сұраймыз. Экранда QR код көрсетілген. Хабарымыздың соңында мен де дауыс берем. Жалғастырайық.
Эфир басында айтылған құрылтай тақырыбына қайта оралсақ. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бурабайда өтіп жатқан ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысына қатысып сөз сөйледі. Мемлекет басшысы қазақстандықтарды амал күнімен құттықтап, ұлттық құрылтай құрылғаннан бергі 3 жылда болған өзгерістер мен жетістіктерге тоқталды. 3 жыл ішінде Қазақстан жаңа тұрпатты ел болды. Саяси реформалар жан-жақты өзгерістер жасауға мүмкіндік берді. Жалпы халықтық референдум арқылы ата заңға түзетулер енгізілді. Парламенттің құзыры кеңейді, үкіметтің жауапкершілігі артты. Адам құқықтарын қорғау жүйесі жақсарды, конституциялық сот құрылды. Басқа да бағыттарда маңызды реформалар жасалды, деді президент. Сондай-ақ қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселелерге ерекше тоқталды. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Үкімет салық реформасына қатысты жаңа тәсілдерді ұсынды. Бұл шаралар жалпы алғанда дұрыс. Онда негізгі экономикалық және әлеуметтік факторлар ескерілген. Билік бизнеске қолдау көрсетіп келді, көрсете де береді. Бірақ бизнестің өзі заңды және заңсыз болады. Біз заңды сақтау, тәртіпке бағыну керек деп жатамыз. Ендеше үкіметтің және жалпы биліктің қолдау шараларының игілігін бірінші кезекте адал әрі жауапты, ең бастысы заң аясында жұмыс істейтін кәсіпкерлер көруге тиіс. Салық реформасына келсек, батыл шараларды дәл қазір қабылдау керек. Әйтпесе бұдан да зор қиындыққа тап боламыз. Мемлекет басшысы заңнамадағы олқылықтар бизнесті бөлшектеуге жол беріп отырғанын айтты. Яғни әдемі көрсеткіштерге әуестеніп 2 миллионнан астам салық төлеуші салықтан жалтарған. Енді ахуалды шұғыл түзету үшін үкімет пен парламентке тапсырма берді. Осы тұста тағы бір маңызды инфрақұрылымдық жоба қолға алынатыны туралы жариялағым келеді. Мен үкіметке Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне тұра шығатын автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырдым. Жаңа күре жол орталық және батыс аймақтардың арасын 560 шақырымға қысқартады. Бұл тұтас Торғай өңірінің дамуына тың серпін беретін ауқымды жоба. Бұдан бөлек Арқалықтағы әуежайды қалпына келтіріп, жаңа аэровокзал салатын болдық біз. Бұл жоба ішкі көлік қатынастарын едәуір жақсартады. Сондай-ақ орталық аймақтағы ауыл шаруашылығы жерлерін игеруге және мал шаруашылығын дамытуға тың серпін береді. Елімізде қызу талқыға түскен бірыңғай уақыт белдеуіне көшу мәселесіне мемлекет басшысы нүкте қойды. Елімізде бірыңғай уақыт белдеуі болуға тиіс. Бұл жан-жақты зерттелді, деді президент. Жекеменшік нысандарға атау бергенде де жүгенсіздік болмауы керек. Кейде қала көшелерінде айтуға ыңғайсыз атауы бар тақтайшалар ілулі тұрады. Креатив деген әрине жақсы, бірақ қоғамдық тәртіп және әдеп нормаларын сақтау керек. Сондықтан кәсіпкерлердің де ономастика мәселелеріне жауапкершілікпен қарағаны жөн, деді президент. Жиында жұртты алдап жүрген алаяқтар, толып кеткен коуч, психологтар туралы да сөз болды. Енді бұл көтерілген мәселелердің бәрі кешікпей шешілуге тиіс делінді құрылтайда. Менің қазір көтеріп атқан бір үлкен мәселем мемлекеттік сатып алушы. Сөзінің шыны керек, қазір Қазақстан бойынша тендерді, мысалы, мен Ақтөбеде отырып Алматының тендерін алам, Алматыда отырып Ақтөбенің тендерін алады, бірақ жұмысшыларды сол жергілікті адамдарды алады. Сол жергілікті адамды алады, сосын деген сапасына ол жауап бермейді. Ол бүкіл Қазақстан бойынша. Соны зерттеп қарап, нақты жауапкершілікке тарту үшін. Ұлттық құрылтай үлкен қозғаушы күшке айналып келеді. Бұл жиында айтылған әр ұсыныс мұқият зерделеніп, түйткілді мәселенің шешімі қаралып, ел болашағына пайдасын тигізетін салмақты құжат болып қатталады. Мұны ұйым мүшелері де мойындайды. Құрылтай президент жанындағы консультативті кеңесші орган болып саналады. Бұл жерде әрбір азаматтың үні, оның дәйекті аргументтермен, өзінің шешімді ұсынудағы маңыздылығымен таразыға салынады. Менің ойымша, бұл өте жақсы консультативті және маңызды орган екендігін уақыт дәлелдеді. Ұлттық құрылтайдың бір ерекшелігі, бұл жердегі айтылған мәселе ешқайсысы жауапсыз қалмайды. Ол нақты шешім ретінде белгіленеді.
Құрылтайдың келесі 5-ші отырысы сыр бойында өтетін болды. Айзат Тұрғынбекқызы, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна, Ақмола облысынан. Биыл елімізде 500 мың оқушыға арналған 200-ден астам мектеп салынады. Мұны құрылтайда президент айтты. Ол барлық жерде тек жайлы мектеп жобасы аясында мектеп салу міндетті емес, сапалы салынған қарапайым мектептерге де сұраныс жоғары екенін атап өтті. Құрылтайда айтылған денсаулық, кино, дін, басқа да мәселе туралы келесі сюжетте. Депутаттар мен құрылтай мүшелері қашаннан бері елдегі діни ахуалға алаңдаулы. Жат діни ағымдардың жастар арасында, әсіресе спорт саласында ықпалы күшейіп бара жатыр деп есептейді олар. Президент теріс ағымдарға, қазақтың болмысына, жат идеологияға тосқауыл қою қажет екеніне еш күмән жоқ деді құрылтайда. Елімізде дін бостандығына кепілдік берілген, бірақ жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды. Діннің аса маңызды миссиясы ұлтты ойыстыру. Діни ұйымдардың қызметін реттейтін құжаттар осы талапқа сай болуға тиіс. Бұл мәселені жан-жақты қарау керек. Соның ішінде заңнаманы жаңа жағдайға бейімдеп отыруым өте маңызды. Мемлекет басшысы әлеуметтік салаға да тоқталды. Алдағы 3 жылда 1300, соның ішінде ауылдағы 900 білім ордасын жаңғырту қажет. Жаңа оқу жылына дейін мемлекеттік және жекеменшік мектептің барлығы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы құралдармен жабдықталуға тиіс деді президент. Медицина саласында назарсыз қалмайды. Осы жылдың соңына дейін 188 медицина нысаны салынады. Риддерде көпбейінді аурухананы, Өскеменде гематология орталығын, Ақтауда жедел жәрдем станциясын, Алматыда жұқпалы аурулар ұлттық ғылыми орталығын, Астанада ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа ғимаратын уақытында пайдалануға беру қажет деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Ол мәдениетке де мән беруді тапсырды, соның ішінде қазақ киносына қатысты пікір білдірді. Санға емес, сапаға көңіл аударуымыз керек. Көрерменнің көңілін көтеріп, күлкі сыйлау бір бөлек, жағымсыз әдеттерді насихаттау бір басқа деді Тоқаев. Зорлық, зомбылықты, қатыгездік пен қылмысты насихаттайтын фильмдер де пайда болды. Осы жерде бір нәрсені ескерген жөн. Бүгінде фильмдердің басым көпшілігі мемлекеттік тапсырыспен емес, жеке қаржыға түсірілді. Кино маңызды идеологиялық құрал екенін бәріміз жақсы түсінеміз. Сондықтан жеке қаржыға түсірілсе де, фильмді кинотеатрларға шығармас бұрын алдын ала сараптаудан өткізу жолдарын қарастырған жөн. Жаһандық нейрожүйелер біздің тарихымызды, мәдениетіміз бен салт дәстүрімізді толық білмейді. Әзірге интернет кеңістігінде Қазақстан туралы әлемнің кең таралған тілдерінде, әсіресе ағылшын тіліндегі ақпарат көп емес. Сондықтан танымал сервистер қазіргі заманғы Қазақстан туралы сурет немесе видео әзірлеуге сұраныс берсек, көбінесе шындыққа жанаса бермейтін өнім ұсынады деді мемлекет басшысы. Ол ұлттық цифрлық мұрағат құрып, оны еліміздегі және шетелдердегі нейрожүйе жасаушылардың еркін пайдалануына мүмкіндік беру керектігін айтты. Үкімет қолда бар орасан зор деректерді цифрлық форматқа көшіру жұмысын бастап та кетіпті. Гүлвира Сейтенова, 7-ші арна. Өзгеде жаңалықтар. Голланд жоталарындағы Қазақстан бітімгерлігінің 1 жылы аяқталды. Фауар базасындағы миссияны орындау кезінде бітімгерлік контингент 557 тапсырма орындады. Оның ішінде Израиль мен Сирия арасындағы атысты тоқтату туралы келісімнің сақталуын қадағалау, жарылмаған оқ-дәрілерді жою мен басқа да жарылғыш заттардан тазарту кірді. Жедел әрекет ету тобы Біріккен ұлттар ұйымы басшылығы мен қызметкерлерін Дамаскіден Фуар базасына 3 рет эвакуациялап, персоналдың қауіпсіздігін және ұйым мүлкін қорғады. Аймақта жағдай шиеленіскенде Қазақстан контингенті базаның қорғанысын бекемдеді. Осылайша, Қазақстандық контингент Біріккен ұлттар ұйымы миссиясы шеңберінде қойылған міндеттерді ойдағыдай шеше отырып, өңірдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі өз рөлін тиімді орындауды жалғастыруда. Полиция қызметкерлеріне арналған сергек қорғау мобильді қосымшасы шетелдік сарапшылардың оң бағасына ие болды. Жүйенің тиімділігі нәтижесінде тәртіп сақшыларының жұмысы ширай түскен. Жыл басынан бері осы смарт жүйе көмегімен 94 мың көлік тоқтатылып, айыппұл төлемеген 82 мың борышкер анықталды. Қосымша ерекшелігін әріптесім Инара Барсақбаева айтып берсін.
Қорғау мобильдік қосымшасын қолдану арқылы полиция қызметкерлері жол үстінде автокөліктерді себепсіз тоқтатпайтын болды. Өйткені сергек камералары мемлекеттік нөмір арқылы қауіпті көліктерді анықтап, жан-жақты ақпаратпен қамтамасыз етпек. Тек содан кейін ғана тәртіп сақшылары іске кіріседі. Қорғау мобильді қосымшасы сергек аппараттық жүйесімен біріктіріліп, патрульдік қызметкерлердің планшеттеріне орнатылған. Ол іске қосылғалы полицияға құқық бұзушылықты анықтап қана қоймай, жедел әрекет етуге де мүмкіндік туған. Ақылды жүйе жалған нөмір таққан және техникалық байқауы жоқ көлікті бірден анықтайды. Сақтандыру полисі жоқ жүргізуші іздеудегі автокөлік, тіпті алименттен жалтарып жүргендер де қосымшаның уысында болады. Біздің приложение сергектің камерасына АПК-ға қосылады. Олардан ақпарат алады. Қандай госнөмір машинасы өтіп кетті. Өзі приложение андайды, қандай номері розыскта, ориентировкада бар екенін, сосын бізге ақпаратты жібереді. Бұл жерде инженерлер смарт жүйені құрастырып жөндейді. Қазір 800-ге жуық маман бар. Қорғау, как и любой другой продукт, мы постоянно развиваем. Сергек камерасынан түскен деректерді қорғау қосымшасы автоматты түрде өңдейді. Мобильдік қосымшаны әзірлеу кезінде климаттық жағдайларда ескерілді. Яғни қолайсыз ауа райы түнгі уақытта да интеллектуалды жүйе ақаусыз жұмыс істейді. Енді оны әрі қарай жетілдіреміз. Жасанды интеллект жол қозғалысын бақылауды жақсартуға септігін тигізіп отыр. Биыл қорғау қосымшасы арқылы 94 000 көлік тоқтатылды. Айыппұл төлемеген және алименттен жалтарып жүрген 82 000 азамат анықталды. 7,5 мың хаттама толтырылып, 1 000-нан астам жүргізуші ұсталды. Наша компания ведет. Қазір қорғау қосымшасы оңдаған қаламен 3 облыста қолданылады. Бұл Алматы, Түркістан және Жетісу өңірлері. Болашақта тізім кеңейе түспек. Енді жедел жәрдем көліктерінде смарт жүйемен жабдықтау жоспарланып отыр. Өйткені осы қорғау мобильді қосымшасы іске қосылғалы жол көлік оқиғасы 30%-ға кеміген. Инара Барсақбаева, Сабит Наурызбаев, 7-ші арна. Сауалнамаға қайта оралайық. Енді қазақстандықтардың жолын ашам деп уәде беретін коучтар жауапқа тартылады. Заңға өзгеріс енгізілмек. Өйткені мұндай тренингке қатысушылардың өмірі өзгермейді. Сіздіңше коучингке тыйым салу керек пе? Мен көбі коучқа сеніп күйзеліске түседі деп ойлаймын. Дауыс беру жалғасады. Арнамыздың телеграм парақшасына жазылып қойыңыздар. 19:30-да сауалнама нәтижесін жариялаймыз. Назарларыңызға рахмет. Жүздескенше.